Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Бельгия корольдігіне жұмыс сапарымен барды. Президент ел астанасы Брюссельде апта бұрын болған террорлық акт құрбандарын еске алып, Мальбек метро станциясы алдына гүл шоқтарын қойды. Осы жерде Брюссель астаналық өңірі үкіметі басшысының орынбасары Ги ван Хенгельмен жүздесіп, қайғылы оқиғаға байланысты көңіл айтты. Қазақстанның атынан, халқымыздың атынан Брюссельде болған трагедияға өзіміздің көңілімізді білдіреміз. Жақындарына, туғандарына және осы елдің басшыларына. Қазақстан әр уақытта да терроризмге қарсы күрестегі коалицияның ішінде. Сондықтан бұл ешқандай жазықсыз адамдарды апат жасаған кісілерге ешқандай кешірім жоқ. Осыдан тура бір апта бұрын лаңкестер Европа астанасына шабуыл жасады. Мына метро станциясындағы вагон толығымен қирады. Қаза тапқан бейбіт тұрғындар мен жапа шеккендер де аз емес. Сіздің ел үшін 22 наурыз жыл басы екенін білеміз. Өкінішке қарай дәл осы күні біздің еліміз орын толмас қайғыға ұшырады. Қара жамылды. Нұрсұлтан Назарбаевтың осы оқиғаға бейжай қарамай, біздің елге жұмыс сапары аясында теракт құрбандарын еске алғанына ризашылығымызды білдіреміз.